Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай ханымдар? Бүгін кеудеше тігеміз. Кеудені жылыстап тұратын. Мынау сіздер көріп тұрғандарыңыз бізге керекті материалдар. Лигала арқылы осылай негізгі матаны және астар бөлігін кесіп аламыз. Бұл кеудешеге менде тапсырыс берген тапсырушы мақтамен болсын іші деген болатын. Сол себептен мен ішіне мақта салдым. Енді былай айтқанда ватин деп айтады. Сол мақталы ішіне салғышпен сырып тігілген кеудеше. Қазір көріп тұрғандарыңыздай негізгі матасын кесіп алдым. Енді мынау астар матасы, одан кейін мақтасын да кесіп аламын. Дәл осылай. Бірақ сәл асырып кетемін. Тіккен кезде қолайсыздық болмас үшін, жетпей қалмас үшін. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 65 сантиметр болды. Сол 65 сантиметр қылып алдыңғы өңіріне кнопка басқанға осылай қиып алдық. Мына жерде көріп тұрсыздар, ватинді уже мақталыны уже қиып алғанмын дайындап. Бізде сырып тігуіміз үшін осылай сызып алуымыз қажет жабынмен. Мына жерде сырылып тігу үшін сабынмен сызылған. Ал бисмилля деп сырып тігуді бастадық. Оны сырып тігуді ортасынан бастаймыз және бір бағытта тігеміз. Сол кезде ол жиырылып қалмайды. Біркелкі болып тігілетін болады. Тікпес бұрын инемен инелеп аламыз. Нәтижесі осылай шықты. Енді мынау алдыңғы кнопка қоятын өңірін тігеміз. Қосып оған дейін бірінші бүйір бөліктерін қосып аламыз. Бұл жерде иығын алдын ала қоспай тұрамыз. Астардың да бүйір бөлігін қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін тіккен жерді тігістің бәрін үтікпен үтіктейміз. Мына жерде астармен біріктіруіміз үшін иығын тікпейміз, мойын жағын, қолтық жағын тігіп аламыз. Инелеп алып бірінші, немесе көкте болсаңыздар да болады, жылжып кетпес үшін. Неге иықты тікпейміз десеңіздер, кейінірек иықты қосқанда оңай болу үшін екі жағында бірдей тікпей қалдырып кетеміз. Оны алдыда көресіздер тігілу барысында. Мына жерде сіздерге мысал ретінде көрсетіп кеттік. Тігілгеннен кейін қандай болатынын және ары қарай оны жалғастырып тігеміз тігілмеген жерін. Кейіннен кейін бәрі тігіліп болса, осылай иықты қосып аламыз. Іш жақтан. Оны да көресіздер қазір қалай істелінетінін. Мінекей мойын жақты тікті қосып астарымен және алдыңғы жақты қазір тігіледі. Оған дейін сізге осылай көрсетеміз. Алдыңғы жақты тігу үшін бірінші бағанағы қосымша қылып кнопка басқанға арналған қосымшамызды қойып аламыз. Сонымен бірге біріктіріп тігіп жібереміз. Және мынандай артық бұрыштардағы қалыңдық болып тұратын жерлерін қырқып алып тастаймыз. Осылай. Және мойын жақтарын, қолтығы жақтарын ары-бері созылатындай жерлерді осылай кесеміз. Тігіске жетпей, 1 миллиметрде жетпей кесіп шығамыз. Ол сізге қимылдағанда еркіндік береді және бүрісіп тұрмайтын болады тігістеріңіз. Мінекей астармен қосып алдық. Енді иық бөлігін осылай бір-біріне
беттестіріп алып, ішіне кіргізтіп, тігісімен тігісін беттестіріп, инелеп алып, немесе көктеп алып, айналдырып тігіп шығамыз. Айналдырып тігіп шықтық, сонда осындай дүние шықты. Әзірге астын әлі тігілген жоқ. Енді қолтық ойындысы мен мойын ойындысын бастырып тігіп шықтық. Енді кнопка қоямыз. Кнопка қоятын жерлерін белгілеп шықтым. Бірдей арақашықтықта 10 сантиметрден қылып, ол әрқайсыларыңыздың өз қалауларыңыз. Теңдей бөліп, өздеріңіз қалаған қашықтықта қойып, кнопка қойып алсаңыздар болады. Менде осындай шойын кнопка басатын аппарат. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, кнопканы қою үшін де біраз еңбек ету керек. Өзінен өзі қойыла салмайды. Маған тапсырыс берген адам қалта қажет емес деген себеппен бұл кеудеше қалтасыз тігілді. Енді астындағы бөлікті түзулеп қырқып алып, қисық болған жер болса, немесе артық болған жер болса, алып тастаймыз қырқып. Сосын түзулеп тігіп шығамыз. Сонда нәтиже осылай болады.